Ассалаумағалейкум, мынандай сұраққа жауап берейін. Менің мектепте оқитын балама коллекторлар не алаяқтар звондап тыныштық бермейді телефонына. Күніне 20-30 рет звондайды. Случайно алып қалсақ, әртүрлі атты айтып, это вы деп тұрады. Не қайырымдылықтанбыз деп соғып тұрады, әр звондағанда әртүрлі нөмірмен звондайды. Обратно звондасаң, осыларға шара қолдануға болады ма? Негізінде бұлардың әрекеті дұрыс емес, заңсыз, балаға, кәмелеттік жасқа толмаған адамға, балаға яғни мүлдем мұндай мәселемен қоңырау шалуға құқықтары жоқ ешкімнің. Өйткені ол баланың психологиясына қалай әсер етеді? Жаман әсер етеді. Олар қысым көрсетіп хабарласады. Сондықтан жаңағы нөмірлердің бәрін жинақтап алып, сол нөмірлердің бәрін көрсетіп, полицияға, қаржы реттеу агенттігіне және осы коллекторлардың ұлттық палатасы бар, солардың бәріне шағым жолдау керек. Оларды бүйтіп талтаңдатып қоюға болмайды. Өйткені бұл не сұмдық балаға хабарласу деген. Жаман нәрсе ғой бұл деген. Коллекторлар енді үлкен адамдарды, туған туысқандардың бәрін қойып, енді адамды баламен